Сәлеметсіздер балалар. Екінші сабағымыз бөліктеп интегралдау әдісіне арналады. Былтыр өткенбіз, қайтадан еске түсірейік. Енді алтыда екі мысал тұр. Мысалға x косинус x немесе x синус x. Осындай мысалдар болады. Енді бөліктеп интегралдауда біз біреуін u, v деп белгілейміз. Сосын ең соңында мынандай формула қалады. u көбейту v минус v du деген интеграл. Енді екеуі мысалға мынаны шығарып берейін, екіншісі бір-біріне ұқсас. Обычно белгілеулер енгізгенде u деп біз қайсысынан туындысы алынған кезде азая беретін. Соны белгілейміз. Мына жерде мысалға x либо синус 2x. Синус 2x туындысы қазір косинус 2x болады, косинус 2x туындысы қайтадан синус 2x. Обычно андай периодически қайталана беретінді u деп белгілемейміз. u деп көбіне туындысы азая беретін. Сонда u деп x-ті белгілейді. Сонда қалғаны dv тең синус 2x dx. Көрдіңіздер ме? Міне мынау u, а мынау dv болды. Енді u деп біледі, мынаның туындысы du, яғни тең u-ның туындысы. x туындысы 1, dx. 1 жазылмайды. Енді мына жер dv деген синус 2x еді. Енді v-ны табу үшін керісінше синус 2x-ның интегралы. Синус 2x-ның интегралы ол не бізде? Ол интеграл тапқанда міне косинус 2x балалар. Мына интеграл тапқанда 2-ге бөлеміз, мына коэффициентке мен сол үшін әдейі алып отырмын. Туындыда көбейтсек, интегралда бөлеміз. Енді косинус туындысы қазір қараңдар не? Синус мына жерде минус тамғасы минус, иә. Өйткені синустың интегралы ол минус косинус. Мынаның косинус туындысы минус синус 2x бөлгенмен дұрыс. Осылай болады. Сондықтан uv, v du дейміз. Енді ары қарай мына формула саламыз. uv, яғни u-ның орнында x тұр. v-ның орнында минус косинус 2x бөлінген 2 тұр. Минус интеграл v du, яғни минус косинус 2x бөлінген 2, v и du дегеніміз олда x. Тең. Тең болады. Енді ықшамдай салайық. Минус x косинус 2x бөлінген 2, мына минус алдына жазылады. Мына 2 минус плюсті береді. 2-ден 1-ді алдына шығарып жейін. Косинус 2x dx. Енді мына деген қарапайым интеграл, мынаны бірден табуға болады. Біріншісін жазып қойайын. Минус x косинус 2x бөлінген 2. Косинустың интегралы, ол ненің туындысы косинус деген сөз ғой. Яғни синус. Косинус интеграл синус. И мынанда 2-ге тағы да білемін. Өзі 2-ден 1, мына 2-ден 1 тұр. Косинус интегралы синус 2x. 2-ге тағы да білеміз. Плюс тең ары қарай біз минус x косинус 2x бөлінген 2 плюс 4-ден 1 болады. Синус 2x бөлінген плюс. Енді осындай тағы да бір мысал келтіре салайын. Мысалға, допустим, енді қарапайым көп. x, кейде x квадрат болды, осы 2 рет жүретте қолдануымыз керек болады. Енді қарапайым x, e-ның, допустим, 3x дәрежесі. dx дей салайық. Бізде u dx деп білеміз, қалғаны dv болады. dv тең e-ның 3x dx. du тең dx болады. Енді мынаның v, мынаның алғашқы функциясы. Енді білеміз, e дегенде қайталана береді. E-ның туындысы қайтадан e деген сияқты, e-ның 3x. Бірақ интеграл тапқаннан 3-ке бөлеміз. uv, яғни екені көбейтеміз. x көбейтілген e-ның 3x дәрежесі бөлінген 3. uv минус v du. v дегеніміз e-ның 3x бөлінген 3. du деген dx. Тең. 3-ден 1 x e-ның 3x дәрежесі өзі тұр. Минус 3-ден 1 тұр. e-ның 3x тағы да бір интеграл алсақ, e-ның 3x бөлінген 3. Сөйтіп бөлінген 3. Мына 2 бірігіп 9 болып кетеді. 9 плюс. Міне осымен сабағымыз аяқталды. Қайталап алдыңдар деп ойлаймын.